Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ораза айтымыз бәрімізге қабыл болсын. Келе жатқан жазды максимально пайдалы түрде өткізейік. Ағылшын тілін немесе басқа бір тілді меңгеру үшін бізге белгілі бір уақыт керек. Алайда қазір мен сіздерге қалай көп уақыт жұмсамай, тек қана өзіңіздің телефонды разблокировкадан шығарып, қосқан сайын бір сөзден шығаратын бір приложение көрсетемін. Өте керемет, өзім де оны қолданатынмын. Кеттік істерге көрсетейін. Видеоны соңынан қарап, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де біздегі мына жерде каналымыздағы ағылшын сабақта деген бөлімімізде ағылшынша көптеген видеолар бар. Оларды қарап шықсаңыздар болады. Кеттік. Біріншіден жаңағы Play Marketқа барып WordBit деп жазасыздар. Ағылшын тілін таңдайсыздар. Окей? Қосымшаны орнатқаннан кейін ішіне кіреміз. Ең маңызды жақтары мына жерде үстінде настройка деген жері бар. Осыған басамыз. Тағы да айтам, телефонды жаңағы блокировать етеміз ғой біз, экранды өшіріп қоямыз. Оны қосқаннан кейін, разблокировка істегеннен кейін, әр телефон экран қосқаннан кейін бізге бір сөзден беріп тұрады. Қандай керемет, иә? Бізде мына жақта 3 түрлі не бар, вариант бар. Приложение қолдануға обучение, слайд немесе викторина. Төртіншісі бәрі бірге болсын десеңіз, все деген жерге басасыз. Сіздер қазір көрсетейін. Бірінші обучениеға басамыз. Енді қараңыздар, бұл обучение бөлімінде сізге ағылшынша сөз береді, оның айтылымы, үстіне бассаңыз соның дауысы шығады, дұрыс оқылымы шығады. И translation, переводы шығады. Мына жерде verb деген етістік, noun деген зат есім. Демек, бұл сөз екі форматада қолданылады. Етістік те болады, зат есім де болады. Одан кейін мына жерде жаңағы сөйлемнің ішінде қалай қолданылады. Және де неправильный форма глагол деген бар ғой. Сонда көрсетті. Ол өте жақсы, керемет. Астында мына жерде қараңыздар. Егер сіз сөзді қарадыңыз, болды десеңіз, мына жерде окей деген батырманы оң жаққа былай жылжытасыз, ол приложениеден шығып кетеді. Өз жұмысын істей бересіз. Енді бұл бірінші формат. Екінші форматқа барайық, настройки, слайд дегенге барайық. Слайд деген жерде қараңыздар. Сізге тек қана сөзді береді. Сіз біраз ойланасыз. Сосын не істейсіз? Ойланып болғаннан кейін мынау стрелкаға басасыз, сол кезде ғана жауап шығады. Сіз өзіңізді тексерту үшін өте жақсы. И үшіншісі, настройкаға барамыз, викторина. Біраз сөздер жаттағаннан кейін сіз не істейсіз? Викторинаға басып қойсаңыз, сіз жаттаған сөздерді былай тест түрінде, қараңыздар, сізге ойнатады. Өте ыңғайлы. И ойнап болғаннан кейін, вариантты басқаннан кейін, мына проверить дегенге басасыз. Мысалы, мынау спред, распространение. Проверить. Дұрыс екен. Көрдіңіз ба? Spread. Мына жердегі несін басамыз, осы дауысын шығарып береді. Spread. Керемет. Енді қараңыздар. Бізге настройка кіріп, все деген жерге бассақ, осы 3 обучение, слайд, викторинді алдымызға шығып тұрады. По очереди ауысып. Мен сіздерге көрсеткім келгені. Мына жерде сізде сөз шығады ғой. Әр сөз шыққан сайын астында осында батырмалар бар. Сұрақ белгісі. Егер шыққан сөзді сіз білмесеңіз, осын басасыз. Келесі ол сізге оны қайталап шығарта береді. Сіз жаттап алсын деп. Екіншісі, мен күмәнданамын, точно білмеймін деп басасыз. И ол сөзді сіз жаттап білетін болсаңыз, птичкаға басасыз, ол сөз уже сізге келе бермейді. Өте ақылды қосымша жұмыс істейді. Енді мен сіздерге мына жерде қараңыздар. Үстіңгі жақта стрелка вниз деген жері бар. Осы жерге бассаңыздар, сіздерге сіз қызығатын тақырыптар бойынша, мысалы қараңыздар, тамақ, жануар, семья деген сияқты, достар, және де сіздің деңгейіңіз бойынша сөздер шығаратын болады. Қандай керемет, Мысалы, жүріңіздер, A1, A2 өзіңіз таңдайсыз, Мысалы, IELTS. Мен өзім TOEFL-ды жақсы көремін, TOEFL, IELTS деген жері. Осыларды мысалы белгілеп қойып, осы емтиханда тапсырылатын сөздер маған келеді. Көрдіңіз ба?
Одан кейін өзіңіздің деңгейіңізді қызығатын тақырыптарды таңдап болғаннан кейін готовын басасыз. Қараңыздар, енді осы тақырып және осы сіздің деңгейіңіз бойынша сөздер келеді, және сіз өзіңіз не істейсіз? Дайындаласыз. Қандай керемет, иә? Енді сұрақтарыңыз қалып жатса, комментарий жазыңыздар, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Жазымыз босқа өтпесін. Максимально пайдалы түрде қолданайық. Осындай видеолар тағы керек болса жазыңыздар. Goodbye. Thank you.